Қайырлы күн достар, сіздермен Надерге. Бүгінгі видеода жайманы бүтіндей қалай қатырамыз және жабыспайтын, жыртылмайтын, жұп-жұқа жылтыр қамырды қалай илейміз, қалай жаямыз, сол жайында айтатын боламын. Қамыр илегенде үнемі осы пиламен өлшемін, толтырмай құятын болсам, бір зуала қамыр шығады. Барлығын көз мөлшерімен алдым. Бір жұмыртқаға шамалы сүт және су құйып, үлкен ыдысымызға құйып аламыз. Қамырымыз әдемі жылтыр болып шығу үшін осылай 2 ас қасық сұйық май құйдым және татымына қарай тұз салып, жақсылап араластырып, орташа қаттылықта қамыр илейміз. Енді ұнымызды бірте-бірте сала отырып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз қолға жабысып бұлжырап тұрса, тағы да ұн салып, ары қарай илей береміз. Қамырымыз жұмсақ болып қалмау керек. Сосын тағы да айта кететін жайт, қамырларыңызды ұзақ, жылтыр қамыр болғанша ұзақ илеңіздер. Сонда сіздерде қолға жабыспайтын және жайған кезде де бір-біріне қамырларыңыз жабысып қалмайтын әдемі қамыр шығады. Қамырымызды илеп болғаннан соң иек қануы үшін 10-15 минутқа қалдырамыз. Сосын қамырымызды алып, зуала жасап қоямыз. Енді қамырымызды алып, қамырды жаюға кірісеміз. Ең алдымен қамырымыздың астына ұн себелеп жіберіп, жұдырығымызбен қамырды айналдыра басып шығамыз. Сосын үстіне де шамалы ұн себелейміз. Қамырымыз алғашында шамалы үлкейгенше осылай айналдыра отырып жаятын боламыз. Енді қамырымызды оқтауға орап, екі шетін баса отырып қамырымызды жаямыз. Қамырдың ортасын мүлдем баспаңыздар, екі шетін сәл ғана баса отырып қамырды жайыңыздар. Және де видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырды оқтауға орап жайып бастағанда қамырымыздың төрт жағынан кезек-кезек ала отырып жаятын боламыз. Сонда бізде дөңгелек қамыр шығады. Қамыр жаюдың тағы да бір әдісі, егерде қамырларыңыз шеті қалың болып бара жатса, видеода көрсетілгендей екі жағын қайырып, оқтауға орап жаямыз. Бұл кезде қамырдың үстінен баспай, видеода көрсетілгендей жаямыз. Осылай жаятын болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз тез үлкейеді және де шеті қалың болып қалмайды. Міне бізде қамырымыз үлкен болып жайылды. Үлкен болған кезде екі жағын қайыру ыңғайсыз болғандықтан енді оқтауға орап жая берсеңіздер болады. Оқтауға орап жайып бастағанда қамырдың ортасын мүлдем баспаңыздар. Екі шетін жай баса отырып қамырды жаямыз. Міне біз қамырымызды жайып болдық. Жұп-жұқа етіп жайылды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бір-біріне жабыспайды, жыртылмайды. Енді осы қамырымызды бүтіндей қалай қатырамыз, соны көрсететін боламын. Менде қамыр үлкен болғандықтан жартысын бөліп алдым. Бір бөлігін бүтіндей қатыруға дайындаймыз және де бір бөлігін кесіп көрсететін боламын. Қамырды қатырғанда арнайы қатыруға арналған пленкаларды қолдансаңыздар болады. Менде үйдегі барын қолдандым. Пищевой пленканы екі қатар қылып жазып алдым. Қамырымыз сиятындай болу керек. Алдын ала қамырды оқтауға орап алдым, ыңғайлы болу үшін. Енді пленканың үстіне қамырымызды жазып, орауды бастаймыз. Қамырды жазып болғаннан соң, пленканың шығып тұрған жерлерін қамырдың үстіне қарай барлығын қайырып шығамыз. Сосын тағы да үлкендеу пленка алып, ортасына қойып жібердім. Сосын қамырдың екі жағын пленкаға дейін қайырып ораймыз. Енді осы тұрған қамырды тағы да бір бүктейміз. Бізде ұзынша қамыр шықты, енді ұзыннан екі рет бүктеп жібереміз. Міне осы қалыпта қатыра берсеңіздер болады. Енді кесілген бөлігін көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.